Өткенде бір сұхбатыңызды көріп қалдым, Нартай Аралбай. Мен сол кезде сіз тәрбие туралы айтып өттіңіз. Баланы әкесі емес, анасы ұру керек. Иә. Егер ондай жағдайға жеткізіп жатса, әкенің қолы оған оқ болып келеді. Шын мәнінде әкенің қаталдығы көзбен қабақта біту керек. Әкенің қабақтығы енді ары өссе, әйт деген дауыспен қайту керек. Қол жұмсамау керек. Қолды не әйелге, не балаға қол көтерілмеу керек. Бала бәрін ұмытады. Мысалы, мен жиі естеймін, елдің ішінде жүргеннен кейін, менің әкем мен ұрған дегенді жиі естеймін. Әкесі бұл дүниеде жоқ уже. Соның өзін айтады, әкем мен ұратын еді дейді. Есінде қалып қалған. Оның қымбат-қымбат ойыншық алып бергені, әдемі жерге қыдыртқаны, бәрі ұмытылып қалған. Қандай өкінішті? Иә. Сол үшін жолда өзінің жәнін пида етіп жіберуге дайын болған. Оның бәрі ұмытылды. Өмірсіз, мен өлсем де балам өмірсіз екен деген жақсылығының ниетінің өзі ұмытылды, бірақ әкенің бір ғана қол жұмсағаны қалып қойды. Сол үшін бие тепкен құлынның денесі ауырмайды деген сол. Анасы сөйту керек. Балалардың сәл қиылығын көрген кезде, әй, анасы, мынау балалар не болып былай болып тұр деп қалып, ғана айтып қою керек. Ол анасы ары қарай өзі жетсе тәрбиелеп қояды. Ал енді оны зекіп, әкенің зекігені балаға оқтай батады жүрегіне. Сол үшін әке мейірімнің, жанның сөзі болу керек. Содан кейін көп болмаш нәрсеге әке кірісе бермеу керек. Әйелдің жұмысына, баланың жұмысына, күнделік жұмысқа баламен тек қана сырлас болу керек. Оқуын сұрау керек, күнделігін қарау керек, қалай болып жатыр, ойың не. Мына ерте кездегі ағаларымыздың кеңес кезіндегі тәрбиенің ішінде мынау шығарма жазатын еді. Әрбір 2 жылда, әрбір 3 жылда балалар. Сонда мен кем болам, мен не болам деген шығарма жазатын. Сонда сол шығармада мен мектеп оқығанда есімде бар, қасымдағы балалар әкесіне айтпағанды осы жерде айтып жататын. Қағазға түсіретін. Соны әке сол шығарманы өзі жазғызу керек. Маған айтшы балам, өзі ойың не? Баланың ойы тез өзгереді. Мысалы, қазір бүгін бала құрылысшы болам десе, бір айдан кейін бір жақсы нәрсені көрсе, ол IT компьютершік болам, программист болам дейді. Міне сол баламен сұхбаттасып, неге олай боласың, нағып боласың, ол жердегі мақсатың не? Ол мүмкін мақсаты тек қана баю шығар баланы. Соны түсіндіру керек. Өмірдің қызығы, құндылығы баюда емес деп әке осы жерде керек. Немесе тек қана бай болу керек. Сол үшін байлық үшін оқу керек. Байлық үшін десе, ертең әке шеше де байлық тауып тұрған кезде керек болады. Байлық өткеннен кейін әке шеше керек болмай, бағанағы қарттар үйіне барып атқан сол. Себебі осыда.